Сәлеметсіздер ме менің арнама кіріп, көріп, қызықтап жүрген көрермендер. Бүгін сіздермен біз қазақ халқының ұлттық тағамының бірі әсіпті дайындау жолын көреміз. Ол алдыңғы жолымен қойдың етінен жасалған, қойдың шегіне салынған әсіпті көрсеткен, осы жолы сиырдың шегіне жасалған әсіпті көрсетеміз. Ол үшін жаңағы бірінші екі түрлі әсіп болып көрсетеміз. Біріншісі жаңағы фарш пен күріш қосылған әсіп, мынау өкпе бауыр, бүйрек соған қосылып жасалған әсіп. Бұл тамаша әсіпті дайындау үшін шек керек. Біз алдыңғы жолы қойдың шегімен жасағанбыз. Енді мына сиырдың шегін әкеп жуып тазалап қойдық. Енді оған біздің өкпе, бүйрек, жүрек алдық. Енді осы өкпе, бүйрек, жүректен жасалған әсіпті көрсетейін. Біздің екінші бір әсібіміз жаңағы кәдімгідей де кеше қойдың шегімен алғандай шеккен етке пияз қосып, сосын жаңағы күрішіміз бар бір пиала. Мынаған да күріш қосылады. Бұған да күріш қосылады. Жартылай пісірген. Біздің жаққа барсаңыздар, әсіптің түр-түрі дайындалады. Кішкентайымыздан жеп өскенбіз біз. Біздің үйде анам дайындайтын өте жақсы бұл әсіпті. Сондықтан көргенімді жасап, сіздерге сол әсіпті дайындап көрсетейін. Бұл әсіпті жасау үшін үлкендеу шек алдық. Сиырдың шегін алдық. Енді сиырдың шегін тазалап алу керек. Ішін сыртына қағып әдемілеп тазалап аласыз. Саласызға су қағып тұр. Әдемілеп шекті тазалап аламыз. Осылай тазалап бересіздер. Мына қойдың екі бүйрегі мен жүрегі, өкпесі, сосын бір пияз, сосын сарымсағымен қосып, бір қайнатып қазанға, бір қайнатып алдық дағы. Енді суытып, ет-жекіштен өткізіп. Мына жартылай пісірген бір пиала күрішін салдық. Пиязын жақсылап сарымсағын, бұрышын, тұзын сүйіп алу керек. Енді осыған райхан қоссаңыз да болады, жалғыз қоссаңыз да болады, мята дейді. Қалағаныңыз, өзіңіз қалай жегіңіз келеді, солай қосасыз. Енді бұны ауыз үлкендеу баклажканың несіне алып алдық, міне шекті кіргізіп. Енді осыған біртіндеп шекті сала береміз. Ол оңай. Қиын емес. Шекті толтырасыз, арасына шектің кішкентай жасаймын десеңіздер, сосиски сияқты жасаймын десеңіздер, ана жіппен бөліп аласыздар арасын. Болды. Міне бұлай кете береді. Мынау жаңағы өкпе, жүрек, бүйректен жасалған үлкен ұзын әсіп болды. Мына біреу кішілеуі фаршпен, күрішпен қосылған әсіп болды. Енді бұның арасын бөліп қоямын десеңіздер, бәрін бірдей жей алмайын, ертеңге қалдырайын десеңіздер, бүйтіп әдемілеп бөліп қоя бересіздер. Сосын мына екі жағынан көрдіңіз бе, түс шығышпен әдемілеп жақсып қойдық. Енді бұны дайын болған кезде ішінде ауасын шығарып, инемен түртіп алыңыздар. Сосын қазанға қазір қайнап тұрған қазанда бір 30-40 минут піседі. Ішіндегілерінің бәрі жартылай пісірген. Ол пісуі қиын болмайды. Енді қазір қазанға саламыз. Міне әсібіміз қайнап жатыр. Қайнап шыққаннан кейін бір жарты сағат қайнайды. Ішінің барлығы жартылай пісірілген. Сондықтан көп қайнатпаңыз. Бетіндегі көбігін алып тастаймыз дағы. Қазір 30 минуттай күтемін. Енді бетіндегі көбігін алып тастаңыз дағы. Астындағы отын жай қойыңыз. Слишком жай емес, жай орташа үйде қайнап тұрады. Міне әсібіміз дайын болды. Сондай керемет әсіп қараңыз. Мынау жаңа фарштан жасалғаны. Мынау өкпе, жүрек, бүйректен жасалған әсібіміз. Қазір бұны осылай күйінде жей беруге болады, диета сақтағандардың бәріне. Бірақ қазір біз бұны әдемілеп табаға салып мынадай қуырып жібереміз. Сонда әдемі керемет әсіп. Міне әсібіміз әдемі пиязбен қуырылып жатыр. Қып-қызыл болып екі жағынан, сонан кейін дастарханға. Міне керемет әсіп дастарханға келді. Біріншісі жаңа фаршпен күріш қосылған, басқа дәмдеуіштері бар қосылған керемет әсіп. Келесі жаңағы бәріміз көргендей өкпе, бүйрек, жүрек, бұл 1 килодай, мынау фарш жарты килодай, екеуін
жаңа екі түрлі әсіп жасадық. Қараңыз, бұл ұлттық тағамды қалай жесеңіз де болады. Бешбармаққа қосып жесеңіз де болады, қуырдаққа қосып жесеңіз де болады. Қалай картоптың жанына қойсаңыз да болады. Оны отбасыңызда келген қонақтарыңызда бірінші осы әсіпті жейді. Себебі оны әсіпті екінің бірі қазір дайындай бермейді. Сондықтан ол өте дәмді тағам болып есептеледі. Әсіп жасап жатырмын десең, жұрттың бәрі үйіңе келгіш дейді. Сондықтан осыны жасап көріңіздер. Кем кетігі болса айтыңыздар. Ұлттық тағамдарды көрсетуге тырысып жатырмын. Комментарийға ұнаса жазыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.